Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аружан. Бүгінгі сабақта геометриялық ықтималдыққа байланысты есептердің А деңгейін қарастыратын боламыз. А деңгейінің бірінші есебі үстелде ойын сүйегі лақтырылды. Бірінші жағдаят ойын сүйегінде 4 ұпайдың түсу ықтималдығын табу керек. Екінші жағдай ойын сүйегінде жұп сандардың түсу ықтималдығын табу қажет. Ойын сүйегін елестетін болсақ, онда 6 жағы бар және оның 6 ұпайы бар. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осы жан бірінші жағдайда сұрап тұрғанда ойын сүйегінде 4 ұпайдың шығуы. Значит, 4 ол бізде бір рет кездеседі. N-ның бізде жалпы сан, M деген керекті сан. Келесі ықтималдықтың формуласына қоямыз, ол бізде n-нан m 6-дан 1-ге тең болады. Жауабы 6-дан 1. Екінші ойын сүйегіндегі жұп санды ұпайлардың түсу ықтималдығын табу қажет. Яғни жұп сандар ол бізде 2, 4, 6, яғни жалпы 3 сан бар. N бізде жалпы сан, m деген керекті санды алу. Яғни сонда ықтималдылығы n-нан m, онда 6-дан 3-ге тең, қысқарып 2-ден 1-ге тең болады. Келесі есеп ұзындығы 1 см болатын кесінді бойынан кездейсоқ алынған нүкте кесінді ұзындығына дейінгі қашықтық 4-тен 1-ден аспауының ықтималдығын табыңдар. Ұзындығы L тең болады 1-ге, 1-ден 4-тен 1-ді аламыз, яғни ол 4-тен 3-ге тең болады. Келесі бөлігі 4-тен 1-ге тең болғандықтан 4-тен 3-тен 4-тен 1-ді аламыз, яғни ол 4-тен 2-ге тең болады. Бұл қысқарып 0,5-ге тең. M деген 0,5 болса, N деген 1-ге тең болады. Сонда ықтималдықтың формуласына қоямыз. 1-ден 0,5, ол яғни 0,5-тің өзіне тең. Келесі есеп қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғаның ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Бұл есепті шығару үшін аудандардың формуласын қолданамыз, яғни квадраттың ауданының формуласы r-ның квадратына тең. Үлкен квадраттың ауданы 2-ның квадраты тең болады 4-ге, кіші квадраттың ауданы 1-дің квадраты тең болады 1-ге. n тең болады 4-ге, m тең болады 1-ге. Ықтималдықтың формуласына қоямыз, оны 4-тен 1, ол тең болады 0,125-ге. Жауабы 0,125. Келесі есепте дәл сондай, бірақ алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болмауының ықтималдығын табуымыз қажет. Ол үшін 1-ден тиісті болған ықтималдықты аламыз, яғни 1 алу 0,125, ол бізде 0,175-ге тең. Бесінші есеп радиусы 2 см дөңгелек кездейсоқ В нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іштей салынған. В нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болу ықтималдығын табыңдар. Бұл есепте де аудандарын табу арқылы есептейміз. Дөңгелектің ауданының формуласы πr квадрат, яғни үлкен дөңгелектің ауданы π көбейтілген 2-ның квадраты, ол бізде 4π-ға тең. Кіші дөңгелектің ауданы π көбейтілген 1-дің квадраты, ол тең болады π-ға. Бұдан n тең 4π-ға, m тең π-ға. Формуласына қоямыз, π бөлінген 4π тең болады 4-тен 1-ге. Бұны шамдап 0,125 қып жазуға болады. Келесі есеп дәл сондай, бірақ В нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болмауының ықтималдығын табу керек. Яғни іштей салынған дөңгелектің сыртында жату қажет. Ол үшін 1-ден дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығын азайтамыз, яғни 1 алынған 0,125, ол бізде 0,175. Сонда жауабы 0,175-ге тең. Жетінші есеп радиусы 3 см шардан кездейсоқ В нүктесі алынды. Осы шарға радиусы 2 см болатын шар іштей салынған. В нүктесінің іштей салынған шарға тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Бұл есепте шар берілгендіктен оны көлем арқылы тауып есептеп алайық. Шардың көлемінің формуласы 3-тен 4 көбейтілген π r-дің кубы. Үлкен шардың радиусы 3-ге тең, кіші шардың радиусы 2-ге тең. Яғни үлкен шардың көлемі тең болады 4 бөлінген 3 көбейтілген π көбейтілген 3-дің кубы. Кіші шардың көлемінің формуласына 4 бөлінген 3 көбейтілген π көбейтілген 2-ның кубы. Бұнда n тең болады үлкен шардың көлеміне, m тең болады кіші шардың көлеміне. Ары қарай ықтималдықтың формуласымен есептейміз. Кішінің көлемін үлкеннің көлеміне бөлеміз. 4 бөлі 3 көбейтілген π көбейтілген 8, бұның барлығы бөлеміз. 4 бөлінген 3 көбейтілген π көбейтілген 27. Бұны қысқарту жұмыстарын орындаймыз. 27-тен 8 қалады, жауабы 27-тен 8. Келесі есеп дәл сондай, бірақ В нүктесінің іштей салынған шарға тиісті болмауының ықтималдығын табу керек. Яғни дәл жаңағыдай болмауының ықтималдығын табу үшін 1-ден шарға тиісті болған ықтималдықтың алып тастаймыз. Сонда шешімі 1 алынған 27-тен 8 тең болады. Бұны 27-тен 27 деп аламыз. Алынған 27-тен 8 тең болады 27-тен 19-ға. Жауабы 27-тен 19. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Тіркелмегендер болса тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетсеңіздер болады.